Қазір таңғы неше? Ласточка на левой ноге, представляешь? Ты делаешь по утрам ласточку. Қазір таңғы 8:30, 8:30. Және де біздің паркте әжелер күшті бір жаттығулар жасап жатыр. Раз, два, тура қасында тұрып алып жасасам. Қайырлы таң достар, қайырлы таң. Қазір мен досымның фотосессиясындамын. Досым дизайнер. Сол вот ол. Аты жарқын. Қазір фотосессия болып жатыр. Лукбукқа арнайы. Керемет әнші Айбу модель болып жатыр. Қазір Қазақстан Fashion Week, яғни неделя моды болады. Соған біз дайындықтамыз. Turn everything up a little bit in the headphones for me, bro. Қазақша влог, қазақша влог, Саграда Бел. Бэк-вокал. Біз қазір японская выставкаға келдік. Жапон елінің көрмесіне. Яғни бүгін Сакураның гүлдейтін күні екен. Бірақ та бізге бұл көрме ұнаған жоқ, да, қыздар? Өйткені мұнда тек қана оригами жасайды. Сосын Да, бір ағаш сакура бар. Аха, сосын И все. Шашлык бар, бірақ ол 300 теңге тұрады. Шашлык бар, бірақ ол 300 теңге тұрады. Я не буду тут сниматься. День открытых дверей. маған осының бәрі қазақша керек, да? Біз ячменный шай іштік. Оның дәмі не болады? Жұрттар. Бұл YouTube әлемінің барлығы саған қарайды. Ят емес па YouTube сізге? Сәлем, достар, қалайсыңдар? Давайте шынымен де. Осындай выставкаға адамдар келсін ба, келмей ақ қойсын ба, сол туралы айтыңыздаршы. Келсін, көрсін, кетсін. Ойнап атам. Біз қазір гүлдердің көрмесіне барамыз. Сіздерге сол жерді көрсетем. Мен шығыс би үйренемін. Мен шығыс биін үйреніп жатырмын. Ты же сейчас обучаешься? Үйреніп жатырмын деп айту керек. Потому что себебі, да? Ау? Because. Почему себебі? Я. Себебі мне нужно занятие. Маған сабақ өткізу керек деп айтты. Өткізу керек. Артымызда қыздар. Қазақтың қыздары осылай өздерін жақсы қыздар, бірақ та анда-санда осылай өздерін дөрекі, как? Вести, блин, сама забыла вести. Дөрекі ұстаса, бұл сыртқы көзге өте онша емес көрінеді. Негізі менің білуімше олар өте жақсы қыздар. Бірақ танымайтын адам көріп қалса, міне осындай болады. Жаңағы болып жатқан жағдайға байланысты. Достар, сіздерге айтып кетейін дегенім, ешқашан адамдар туралы бірінші көзқарасқа жаман, жақсы деп айтушы болмаңыздар, өйткені адамдар белгілі бір кезде өздерін кішкене қызық ұстаулары мүмкін, олардың көңіл күйлері жақсы шығар, немесе жаман шығар. Бірақ жалпы ол адам туралы осындай жаман деп айтуға болмайды. Жалпы бұл қыздар өте жақсы. Привет! Сагра! Біз көрмеге гүл қарау үшін келген болсақ, қыздар тамақ қарап жүр. Немесе қайдағы жоқ бір украшениялар қарап. Енді меттің дәмін татып. Бал, Ең дәмдісі өте дәмді. Оның түсі қызыл, да? Қызыл, ja. Қызыл түсі. Мынандай түсті. Керемет.
Bunun kilogramı 1 litri 4000 tenge, бірақ мен ойымша бұл өте қымбат баға сияқты. Өйткені орташа шамамен 2,5 мыңға балдыз ең жақсы түрін липадан дейді ғой, гречишный сияқты сондайды алуға болады. Бірақ мен білмеймін неге қымбат екен. Ощущение потом хорошее. Қашан? Бүгін кешке. Надо подавать. Біз жаңада көрмеге кірдік, шай сатып алдық, және де толқын өзі шай ішпейтін адам, мынандай кішкене өзіне шай алды, үйге барып осыны істеп ішіп көреді, егер де оған ұнаса, ол ертең сатып алады да? Егер бұл шынымен де нағыз табиғи шай болса, ішінде ешқандай қоспасы болмаса, дәмді болса, мен міндетті түрде ертең Мен күшті барбариспен шай тауып алдым. 2200 тұрады. Ондай керемет шайға ол қымбат емес деп ойлаймын. Ертең келіп аламын ондай шайды. Салем достар, бүгін сәуірдің 11-і, бүгін бір біздің құрбымыздан Алинаның туған күні. Сіз бұл Алинаны бүтін алдыңғы видеодан білесіз шығар. Бірек алсын! Туған күніммен мені! Бүгін біз Чечил пабының ішіндеміз Алматыда. Өте жақсы жер, келіңіздер.